Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Рахмет, отырыңыздар. Бүгін бізде жаңа сабақ, яғни алюминий және оның қосылыстары тақырыбында бірінші сабағымызды бастамас бұрын сыныбымыздың психологиялық ахуалын дұрыстап алайық. Сол кезең бойынша шарттық шеңберіне келулерін сұранамын. Ортаға келсеңіздер. Шарттық шеңбер жасайық, шарттық шеңбер. Бір-бірімізге сабағымызға жаңағы бағыт беріп, тілек айтайық. Шұғылар, бүгінгі сабақта тек жақсы сабақ айтады деген ойдамын сізді. Ақтота осы сабақта жақсы бағыт. Саған жақсы бағыт. Бүгінгі сабаққа бар зейініңді арнауға тілейміз. Осы сабақта түсінуің болсын. Осы сабақта жаңа қырымен көр. Осы сабақта көп нәрсе біліп, көп нәрселер үйренесің деп ойлаймын. Осы сабақта бесін. Осы сабақта жақсы. Осы сабақта. Құрметті білім алушылар, сіздерге металдар тарауы бойынша, яғни мына жерде қазір суретте металдардың суреті бейнеленген мозаика әдісімен осы суретті құрастырамыз. Қай топ болады екенсіздер? Қанеке құрастырыңыздар. Маған жекеңіздер. Жақсылар. Қандай элемент шықты? Қандай химиялық элемент шықты? Темір. Мұндай болса сіздер темір тобы боласыздар. Екінші? Біздің топтың элементі хром. Өте жақсы, сіздер хром тобы боласыздар. Жақсы, рахмет. Темір тобынан топ басшысы Шұғыла, ал хром тобынан топ басшысы Анара. Құрметті білім алушылар, олай болса үй тапсырмасы бойынша түйсікті ояту әдісіндегі сіздерге темір тобына берілген сұрақтарға кім жауап береді, Қанеке? Бізге берілген сұрақ: хром еліміздің қай облыстарынан алынады? Хромтау, Кемпірсай және Ақтау облысынан алынады. Жақсы. Себебін алғызсақ, темір Қазақстанның қай өңірлерінде алынады? Темір Қарағанды, Орал, Лисаков, Сокол, Сарыбай жерінде алынады. Жақсы. Сіздерге хром тобына берілген сұрақ: темір дегенімізде, темір табиғатта таралу бойынша екінші металл. Оның қыртысында темір бар. Жер қыртысында темір бар және метеориттерде бар. Оны ертеде аспан және жұлдыз деп атаған. Жарайды, аспан жұлдызы деп те атаған. Жақсы. Тағы екінші сұрақ кім жауап береді тобымыздан? Мысталу процесі едәуір күрделі сульфиттік мыс кендерінен, пирометаллургиялық ал оттекті құрамды кендерінен гидрометаллургиялық жолмен өндіріледі. Жақсы. Назарларыңызды тақтаға салыңыздар. Мақсаты: алюминийдің екітайлы қасиеттеріне байланысты есептер шығару. Алюминий екітайлы элемент. Ол сұйылтылған қышқылдармен де және сілті ерітінділермен де әрекеттеседі. Алюминий күкірт қышқылмен әрекеттескенде алюминий сульфаты тұз түзіледі және сутек газы бөлінеді. Алюминий натрий гидроксидінің судағы ерітіндісімен әрекеттескенде натрийдің тетрагидроксо алюминаты түзіледі. Бұл тұз және сутек газы бөлінеді. Бірінші жағдайда алюминий негізі қасиет көрсетсе, екінші жағдайда алюминий қышқылдық қасиет көрсетеді. Алюминий
концентрлі суық азот қышқылымен және концентрлі күріш қышқылымен әрекеттеспейді, тек қана пассивтенеді. Алюминийдің осы қасиетіне негізделіп, концентрлі күріш қышқылын және концентрлі азот қышқылдарын алюминийден жасалған ыдыстарда тасымалдайды. Ал енді біз сендермен осы жағдайларға байланысты есептер шығарайық. Бірінші есеп, бізге берілген массасы 10 грамм мыс пен алюминийдің қоспасын тұз қышқылымен әрекеттестіргенде нәтижеде сутегі газының 6,172 литр көлемі бөлінді дейді. Ондай болса, бастапқы 10 грамм қоспаның құрамында мыстың массалық үлесі, мына жерде мыс сутектің оң жағында, ондай болса орынбасу реакциясы жүрмейді. Алюминий тұз қышқылымен әрекеттеседі. Алюминий сутектің сол жағында тұр. Ондай болса орынбасу реакциясы жүреді. Алюминий хлориді және сутегі түзіледі. Реакцияны теңестіреміз. 2, 6, 2 және 3 деген коэффициенттер қойсақ, реакция теңеседі. Білім алушылар, мына жердегі жаңағы есепті шығару жолдарын дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Ендігі тапсырма ары қарай қарастырыламыз. Білім алушылар, мына жерде екі топқа ойлантау әдісіндегі екі топқа топтық жұмыс беріледі. Бірінші топ темір тобына, яғни алюминийдің генетикалық қосылыстарына байланысты реакция теңдеулерін жазасыздар. Екінші, хром тобы сіздерде мына генетикалық байланысты ары қарай жүзеге асырасыздар. Темір тобына берілген есептің жауабын қазір тақтаға орындалуы шығады, сонымен тексерейік. Қанеки, тексереміз. Дәптерлеріңізге жазыңыздар. Мына есептің орындалуын дәптерге де жазып аламыз. Жақсы, отыра ғой. Құрметті білім алушылар, мен сіздерге қазір алюминий құймаларының қолданылуына тапсырма беремін. Екі топ жеке-жеке орындайсыздар. Топ жетекшісі әр орындаған білім алушыларды бағалап отырыңыздар. Жақсы, керемет. Жарайсың. Келесіміз жазамыз. Жақсы. Сосын алар айтып кетсем. Олай болса, алюминий құймаларынан жасалынатын қайда қолданылады екен? Кім айтады, Қанеки? Магналий құймаларын кеме мен зымыран жасауда қолданылады. Ағы, қандай құймалар бар екен? Алюминийдің аға. Алюминийді біз қышақ жасауда қолданамыз. Жақсы, өте жақсы. Алюминий магнит құймаларын машина секілден жасауға қолданады. Жақсы. Ағы, жауап бар ма? Жауап бар ма? Арай. Алюминий марганецті қола құймаларында машина тетіктерін жасайды. Содан кейін. Марганец болып кетті, я? Қатемен. Қате жауап бергенді қарап отырамыз. Жақсы. Ондай болса, жауабымызды дәлірек салыстырайық, қараңыздар. Дұрыс жауап бердім екенсіздер. Топ басшысы бағалаңыздар. Кім жауап берген? Сабақты бекіту мақсатында миға шабуыл бірінші топқа, темір тобына құрамында алюминийдің 9 массалық бөлігі, оттегінің 8 массалық бөлігі кіретін заттың химиялық формуласын табасыздар. Екінші топ хром тобына массасы 6 грамм алюминиймен мыстан тұратын қоспаны тұз қышқылымен өңдегенде нәтижесінде 3,7 литр сутегі түзіледі.
қоспадағы алюминийдің массалық үлесін, яғни пайыздық үлесімен есептейсіздер. Олай болсақ, шығарып болсақ, тақтадағы есептерді әр топқа берілген есептің жауабын салыстырамыз. Дұрыс шығарылды ма екен? Бірінші топ. Алюминий 2 ложь, алюминий диоксиді. Жақсы. Сіздерде, яғни алюминий қанша массалық үлесте болады екен? Пайызбен шығарған кезде 1,5 немесе 50 пайыз. Жақсы, өте жақсы. Құрметті білім алушылар, олай болса, бүгінгі сабақ қалай өтті? Яғни менің ұялы телефоныма SMS хабарламасын жіберіңіздер, жазып. Кері байланыс жазамыз. Біреу айтып жатқан олай болса, үйге берілетін тапсырма сіздерге 25-ші параграф алюминий қосылыстарының, яғни есептер шығарасыздар. 127-ші беттегі есептерді шығарып келеміз. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.